Ассалаумағалейкум, құрметті кезақшылар, құрметті достар, менің оқырмандарым. Қараңыздар. Бүгін қыркүйек айының 24-і. Теңізге келдім. Шомылуға. Ауа райы өте керемет, күшті. Көңіл күй тамаша, достар. Күнді қараңыздар, күн керемет шығып тұр. Әдемі. Так, бүгін біздерде санамызда убеждениялар бар ғой. Убеждение дегеніміз сенімдер, наным сенімдердің қалыптасуы, пайда болуы, қалай олар мида қалыптасады. Сол жайында иншалла айтып беретін боламын, достар. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Так, достар, біздегі үрей, қорқыныш, осы дүрбелең шабуыл, ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. Осылардың барлығы қалай пайда болады? Қайдан пайда болады? Мысалы, мен ойламасам да, бір нәрсені ойламасам да, мазам қашып кете береді өз-өзіне дейтін адамдар бар, я? Сондай сұрақтар қояды. Қараңыз, достар, бізде ой дейтін нәрсе бар, сосын мысли. Искаженные мысли бар, сосын не бар? Убеждение бар. Убеждение. Екеуі бір-біріне ұқсас, но бірақ ой әлсіз болады. Ой, убеждение дегеніміз біздегі сенімдер. Біз сенетін нәрселер. Мысалы, бір адамдар мен ұзақ өмір сүрем деп ойлайды, яғни ойлайды, сознательно дейді ғой, осознанно санасында сол нәрсені ойлайды. Бірақ подсознаниеде не бар? Убеждение бар, мен өліп қалуым мүмкін деген. Вот, убеждение әрқашан ойды басып кетеді. Түсініп жатсыз ғой? Ойды басып кетеді. Сондықтан адам тревожить ете береді. Не үшін адамда, мысалы, страх смерти бар. Паническая атакада жүрген адамда страх смерти қатты болады, соның салдарынан адамда паническая атакасы күшейе береді. Я? Паническая атакаға түседі, вторичный паническая атака болады. Күшейтпелі паническая атака болады. Бұның себебі не? Қараңыз, бізде сознание, подсознание дейтін нәрсе бар, бессознание бар, сверхсознание деп те айтып жатамыз. Қараңыздар, теңізді қараңыздар, қандай керемет. Достар, сознание әрқашан біздің санамыз ол, санамыз әрқашан біздің подсознаниемізді, түп санамызды не істейді? Критиковать етеді. Критиковать ету деген сөз сынайды, сынға алады, жауап беріп отырады. Мысалыға, подсознаниеде менің қолымнан келмейді, мен жасай алмаймын дейтін убеждение бар, наным сенім бар. Бұны когнитивные искажения дейді. Когнитивные искажения, немесе когнициялар дейді. Когнициялар. Любой нәрсені сіз апаттық жағдаймен байланыстыруыңыз мүмкін, я? Балаңыз жайында, мысалы, балаңыз үйде отыр, есік кілттеп кеттіңіз, сізде ойыңызда уже кетіп жатыр. Балам қазір газды қосты, светті жақты, сонан тоққа бір нәрсе тықты, сонан уже балам уже өліп қалды деген катастрофический мышление дейді. Бұны когнитивный искажениеде катастрофический мышление, катастрофалық ойлау, немесе апаттық ойлау. Сіз немен байланыстыра бересіз? Апаттық жағдаймен. Немесе жаңағы айтқан предсказание негативного будущего. Болашаққа жаман, негативті, жағымсыз болжам, жағымсыз балашу. Болашақта осындай болып қалам, мен өліп қалам, ешкім мен құтқара алмай қалады, менің балама бір нәрсе болып қалады, күйеуіме бір нәрсе болып қалады, әйеліме бір нәрсе, ата-анам өліп қалса мен не істеймін, ары қарай қалай өмір сүремін деген сияқты ойлар. Міне убеждениеде. Сол убеждение әрқашан ойларды басып тұрады. Мысалы қараңыз, менің қолымнан келмейді деп сенесіз соған. Сондықтан убеждение бұл сіздің сенетін нәрселеріңіз. Ол жақсы да болуы мүмкін, ол жаман да болуы мүмкін. Ол пайдалы болуы мүмкін, ол зиян болуы мүмкін. Менің қолымнан келмейді деген сізде наным сенім бар. Сонымен бірге сізде ой бар, сознанияңызде. Менің қолымнан келеді, жұрт жасап жатыр ғой, жұрт істеп жатыр ғой, сонда мен неужели мен істей алмаймын деген ой да бар. Бірақ біліңіз, әрқашан мен жасай алмаймын, мен істей алмаймын дейтін наным сенім әрқашан мен жасай аламын, мен істей аламын деген ойды басып тұрады. Көрдіңіз бе? Сіздің менің қолымнан келеді, мен істей аламын, мен жасай аламын деген нәрсені сіз не істей алмайсыз, өзіңізге
қорыта алмайсыз. Подсознание оны қабылдағысы келмейді. Өйткені подсознаниеде уже не бар? Когнитивное искажение, искаженді убеждение, иррационалды верование дейді ғой. Иррациональное верование. Бұл иррационалды қисынға келмейтін наным сенімдер қалыптасқан. Бірақ сіздің ойларыңыз рациональны, қисынға келетін ойларды ойлап жатсыз. Әдемі ойлар, позитивный ойлар. Но бірақ подсознание оны қабылдамайды, достар, қабылдамайды. Не үшін? Себебі сіз сондай сенімдер қалыптастырғансыз. Мысалыға, мен жаңағы айтқан ұзақ өмір сүруім керек, ұзақ өмір сүремін деген ойларыңыз бар санаңызда, ойлайсыз солай. Но бірақ не верите дейді ғой, жаңағы сіз соған сенбейсіз. Сенбейсіз. Неге? Потому что подсознание тұтыпсаңызда, любое время қалаған кезде мен өліп кетуім мүмкін. Қалаған кезде ол ауырып қалуым мүмкін. Не үшін мысалы жаңа эпохондриясы бар адамдар, мысалы өзінен рак іздейді, жаман ауру іздейді, инсульт болып қалам, инфаркт болып қалам деп қорқатын адамдар өзінен ауру іздей береді. Потому что подсознаниеде убеждениелер қалыптасқан. Олардың ойларына сіз айтасыз, сенде ауру жоқ. Дәрігер сенен миллион дәрігер оларды тексерсе де, олар сенбейді. Олар сенбейді. Түсінесіз ба? Подсознаниеде нелер бар? Когнициялар бар. Наным сенімдер бар. Убеждениялар бар. Сол убеждениялар өзгермейінше сізде ешқандай прогресс болмайды. Сіз ойыңызбен, сіз қанша мың психологпен жұмыс жасаңыз, қанша психотерапевтпен, дәрігерлерге барып тексердің, сізден грамм ауру таппайды. Тіпті ауру таппайды. Жоқ, сіз сап-саусыз. Но бірақ сіздегі убеждение мынау түп санаңыздағы. Сол сізді не істейді? Өзіңіздің ауру екеніңізге, сізде бір ауру бар екеніне сендіре береді. На самом деле сізде ауру жоқ. Түсінесіз ба? Енді ол қалай қалыптасады, убеждениялар қалай қалыптасады деген кезде, достар, ол внушениемен, өз-өзіңізді сендірумен, ол ойлармен қалыптасады. Әлгі ойларды сіз 100 рет, 1000 рет ойлай берсеңіз сознаниеде, ол подсознаниеге түседі түптің түбінде. Мысалыға, сіз менің қолымнан келеді деп айттыңызда, бірақ подсознаниеңізде келмейді деген убеждение, наным сенім бар. Енді сол наным сенімді сындыру үшін сіз всегда мен қолымнан келеді деген сөзді айта беруіңіз керек. Всегда мен қолымнан келеді. Мен жасай аламын, мен істей аламын. Соған аргументтер тауып беруіңіз керек. Альтернативные мысли дейді. Орнын басатын ойлар тауып беруіңіз керек. Мысалы, сіздің қолыңыздан біраз келген нәрселер болды ғой, дұрыс па? Сіз сабақты жақсы оқыған шығарсыз кезінде. Мысалы, қолыңыздан келді ғой. Тігінді жақсы тіккен шығарсыз. Спорттан жақсы жетістіктерге жеткен шығарсыз. Өміріңізде бір жетістік болған шығар. Мысалы, соларды еске ала отырып, осындай аргументтер, дәлелдер тауып беріп отырып, сіз не істейсіз? Подсознаниеге жаңа убеждениялар, жаңа нейронный связкалар, жаңа нейронды жолдарды қалыптастырасыз. Бұны невралды магистрал дейді. Невралды магистрал. Достар, көрдіңіз бе? Демек, сіздің подсознаниеңізге, түп санаңызға жаңа убежденияларды қалыптастырумен, рационалды, яғни қисынға келетін наным сенімдерді қалыптастыру арқылы сіз бұрынғы ескі наным сенімдерден арыласыз. Ол ескі наным сенімдер қайдан пайда болды? Ол өте көп, оның жаңағы айтқан факторлар өте көп оның пайда болуына. Мысалы, ата-анаңыз кезінде сізге сенбеген болуы мүмкін. Гиперопека дейді. Гиперопека дегеніміз баланы шектен тыс жаңағыдай қамқорлыққа алу. Балам, сен ауырып қалған жоқсың ба? Ыстығың көтеріліп тұрған жоқ па? Балам түнде далаға шықпаға сені бүжай алып кетеді, сиган алып кетеді деген сөздер, яғни баламызға шектен тыс қамқор боламыз деп, неосознанно бейсаналы түрде балаларымызды невроз ауруына не істедік? Алып келдік. Невроз ауруына. Немесе жаңағы айтқан интернет, қазір интернеттің дамыған заманы ғой, әлеуметтік желі, сосын жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары, әртүрлі жаңалықтар естиміз. Оның барлығы, достар, бірінші ол убеждение болып қалыптаспайды, оның барлығы ой болып қалыптасады. Ой болып автоматически сол подсознаниеге информация кіре береді. Подсознаниеге информация. Подсознание бұл долгосрочный память. Сознание краткосрочный память. Яғни подсознание біздің түп санамыз ұзақ мерзімді жады, ал сознание түп сана қысқа мерзімді жады. Қысқа мерзімді. Ол көп ұзақ уақыт сіздің неңізді сақтап тұра алмайды мида. Мысалы, официант, клиент, мысалы бірінші клиент не заказ берді, әкеліп тастайды да, сол заказды қабылдап
иесіне берем дегенше есте сақтайды да сосын ұмытады ол. 2 күннен кейін ол официанттан сұрасаңыз, ол официант жаңағы даяқшы білмейді не заказ берген, 2 күн алдың клиент. Білмейді, есінде жоқ. Енді біреулер әдейі есте сақтап қалайын деп жүрмесе, былай оны сознаниемізде, біздің санамызда краткосрочный память, жаңағы қысқа мерзімді жады сақтап қалды да и шығарып тастады. Ал подсознание, мысалы бір фильмді қарайсыз, құнттап, концентрациямен ойыңыздың барлығын сол фильмге шоғырландырасыз, подсознание жұмыс жасайды ол жерде. Подсознание жұмыс жасайды. Түсінесіз ғой? Подсознание жұмыс жасайды. Сол фильмді не істейді? Есте сақтап қалады. Бірақ барлығын емес. Егер ол фильмді сіз 10 рет қайталап көрсеңіз, фильм жаттанды болып жатталып қалады. Подсознаниеңізге уже жазылады. Түсінесіз ғой? Мысалы біз Құран жаттаған кезде де бір оқып шыққаннан Құран жатталмайды, есімізде бір сөзі де қалмауы мүмкін. Өйткені краткосрочный памятке жазылып жатыр. Ол санамызда қайталанды. Енді санамызда оны миллион рет қайталай берсек, ол подсознаниеге түседі. Уже бізде өшпейтін памятте, долгосрочный памятте не істейді? Қалыптасады, достар. Енді біздің убеждениялар солай. Ата-анамыздан өткен болуы мүмкін. Бала кезіміздегі психикалық травмалар, жарақаттар, зорлық, зомбылық деген сияқты. Түсікті ғой? Отыруын айт. Зорлық, зомбылық, әртүрлі қиындықтарды көрген болуыңыз мүмкін. Мектепте апайлар сізді ренжіткен болуы мүмкін. Олардың барлығын миға нагрузка, мида жаңағы сақталады. Бала кезіңізде қатты сөйлеймін деп тамағың қысып қалды. Бала кезіңізде мысалы қайтыс болған адамдарды көрдіңіз, оның барлығы подсознаниеге сақталады. И қайтыс болған адамдарды ести бересіз, көре бересіз. Уже сізде подсознаниеде адамның өлетіні жайында, адамдар өлетіндігі жайында информация уже нейронный связка болып, жол болып қалыптасады. Енді сіз тек қана өзіңіздің өлетініңізге шектен тыс көп сенесіз. Избыточный дейді ғой, мынау. Шектен тыс артық сену дейді ғой. Адамдардың бәрі өледі. Бірақ, сіз қазір кәрілік жасқа жетемін, Алланың қалауымен кәрілік жасты көремін, өмірден ләззат аламын, рахаттанамын деген ой жоқ та, тек қана өлім жайлы ойлай бересіз. Сіздің миыңызда тек қана өлім қайталана береді. Неге? Потому что сізде убеждениялар бар. Сол убеждениялармен жұмыс жасалған кезде, достар, сіздің проблемаңыз шешіледі. Вот түсіндіре алдым ғой, түсіндіре алдым сіздерге деп ойлаймын енді. Егер сұрақтар болса, комментарийге жазып кетесіздер. Сол комментарий негізінде мен өзім видео салып отыратын боламын, түсіндір. Қараңыз, ой деген бар. Біреулер айтады, мен ойламасам да мазам қашты. Сіз ойлап отырмайсыз. Ой артынан да пайда болуы мүмкін. Мысалы, триггерный ситуация болды. Бір жақыныңыз, немесе бір адам, танымайсыз, біреу телевизордан түгенше деген адам қайтыс болыпты деді. Сізде автоматты түрде мазаңыз қашу басталады. Автоматты түрде аяқ қолыңыз дірілдеп, жүрегіңіз тарсылдап соғып, давлениеңіз көтеріліп, ком в горле, тамағыңыз қысып, басыңыз айналып, бейне бір кәдімгі өліп қалатын сияқтысыз да сізде. Бірақ ойланып үлгерген жоқсыз. Просто информацияны естідіңіз и мазаңыз қашты. Не үшін мазаңыз қашты? Себебі сознание әлі ойланып үлгерген жоқ. Подсознаниеде өлім туралы информация бар. Сіз енді сол өлім жайлы информацияны тыңдау арқылы тағы да убеждениені не істедіңіз? Подкрепляйт еттіңіз. Яғни күшейттіңіз. Ол подсознаниеде укрепляется дейді ғой, күшейе береді, нығая береді. Демек, сіздің страх смертіңіз күннен күнге асқына береді. Бірақ ол убеждениемен сіз өліп қалмайсыз. Но бірақ сіздің мазаңызды қашыра береді, өмірден ләззат алу сіз үшін тоқтайды категорически. Сонса, демек бұл сознаниеде қайталана берген нәрсе мида, подсознаниеде подкрепляйт етіле береді. Енді сіз хабарды естідіңіз, мазаңыз қашты, өліп қалатын сияқты бір қорқыныш болды. Енді қараңыз. Енді осы жерде мынандай нәрсе болады. Мазаңыз қашты ғой. Енді сіз ойлайнасыз. Енді сіз жаңағы информациямен бір подкрепляйт еттіңіз ғой өзіңіздің қорқынышыңызды, үрейіңізді. Енді сіз мазаңыз қашқаннан кейін, информация ұмытасыз, мазаңыз қашқаннан кейін, денеңізге қарайсыз, тревога болып жатыр, соны ойлап, тағы уже мазаңыз қашады. Бұл жерде уже ойлап, осознанно ойланасыз, мен мазам қашып жатыр, значит мен өлейін деп жатырмын. Сіз уже өзіңізге не істейсіз? Қорытынды шығарасыз, достар. Қорытынды. Уже вывод дейді ғой, осы болып жатқан телесный реакция дегеніміз денедегі симптомдардан, денедегі әртүрлі ұстамалардан
не шығарасыз, қорытынды шығарасыз. Мен все біттім, мен өлемін. Себебі ана информацияны тыңдадым, адам өлді, значит мен де өлемін деген сияқты. Басында сіз ойлап үлгеру. Бұл жерде уже вторичный тревога кетіп жатыр. Жаңа информацияны естіген кезде сіз ойлап үлгерген жоқсыз. Мазаңыз қашты. Ал енді ойланасыз. Мазаңыз қашты, енді мен өлем деген ой келеді. Сізде уже вторичный тревога, екінші күшейтпелі тревога басталды. Көрдіңіз ба? Осылайша сіз неңізді жаңағы убеждениені не ете бересіз, күннен күнге подкреплять ете бересіз. Сондықтан бұл жерде психотерапия обязательно керек, достар. Сіз психотерапиядан қашқан сайын, күніңіз өткен сайын, миыңыздағы убежденияларды не істеп жатсыз, күшейтіп жатсыз, подкреплять етіп жатсыз. Өзіңіз оны азықтандырып жатсыз. Мысалы, сіз тамақ жеу арқылы азықтанасыз ғой, мысалы, энергия жинайсыз, дұрыс па? Күш жинайсыз. Но бірақ сіздің подсознаниеде өсіп келе жатқан тағы бір адам бар да, ол убеждение, сенімдер. Оны мен адам деп есептеймін. Потому что ол миыңызда қайталай береді бір нәрсе. Сіз қаламайсыз ол нәрсені. Мысалы, сіз өлуді қаламайсыз, сіз өмір сүруді қалайсыз. Сіз әлгі миыңызда қайталана беретін искаженный автоматический мыслиді қаламайсыз. Но бірақ ол бір бөлек бір әлем болып қалыптасты подсознаниеде. Сондықтан әлем болып қалыптасты. Ол сіз ол. Сондықтан ол сізсіз. Сіз енді өзіңізге соны қайталай бересіз. Сіз қайталамайын деп тырыссаңыз да, ол автоматты түрде жұмыс жасай береді. Неге? Өйткені өзіңіз оны күшейткен, оны өзіңіз солай бекіткен, күнненге подкреплять еткен сізсіз. Қайталана береді. Содан сіз жалығасыз, ашуланасыз, жылайсыз, ренжисіз, эмоцияларыңызды білдіресіз. Уже жертва рөліне түсіп кетесіз. И құтқару, жан-жағыңызды әке-шешеңізден көмек сұрайсыз, андан көмек сұрайсыз, мындан көмек сұрайсыз. Бірақ сіз психотерапевтке немесе жаңа КПТ терапевтке бармайсыз. Қойш, бәрі бекер, уже сізде сомнение пайда болады. Әлгі убеждениеге до того өзіңіз сене бастайсыз, шын екеніне өзіңіз сене бастайсыз, и шығалатыныңызға күмән келтіре бастайсыз. Шығалам деген сенім қалмайды сізде, до того сондай болады. Себебі мен бұл состояниеден өзім өткем ғой кезінде. Шығаламын деген нәрсе сіздің санаңызда қисынға келмейтін нәрсе болып көрінеді. Бұл состояниеден сіз 100 емес 200% шығасыз, просто убежденияларды өзгерту арқылы. Көрдіңіз ба? Сондықтан, достар, мен сізге гарантия беріп айтам, бұл состояниеден шығасыз, егер сіз қаласаңыз. Сіздің шығатыныңызға гарантия бермеймін, мен шығара аламын сізді. Жоқ, сіз қаласаңыз бұл состояниеден шығасыз. Потому что бұл состояниеден шығу тікелей сізге байланысты. Ал мен немесе басқа да психолог мамандар, КПТ терапевттер, психотерапевттер, психиатрлар, психологтар, бұлардың барлығы жай ғана себепшілер. Болғаны сізге жол жосық, бағыт бағдар көрсетеді, сізді выгрузка жасауға көмектеседі. Но сізді ол алады да, мына состояниені алып, мына состояниеге бүйтіп фукып шығарып қоя алмайды. Егер гарантия берсе біреу, мен сені 100% шығарамын деп гарантия берсе, біліңіз, ол адамдар сіздің қолыңыздан жауапкершілікті алып қойып жатыр. Сіз наоборот, ол 100% шығарам деді ғой, наоборот сізді хуже қылады. 100% шығарам деген адам сіздің қолыңызда жауапкершілікті алғаннан кейін уже все, сізде уже одан сайын үміт сөне береді. Ана кісіден не болмады ма, результат болмады ма, енді онан сайын сізде үміт сөне береді. Потому что гарантия берген адам сізді шығара алған жоқ. Сондықтан гарантияны сізге сырттан ешкім бере алмайды. Егер гарантия біреу берсе, ол адам жалғаншы, ол алаяқ, шарлатан, ондай шарлатанға алданып қалмаңыз. Короче, миллион бересің, мен сен шығарып берем. Атасының басын жеген екен сондай оңбаған шарлатандар. Олар сізді шығара алмайды, достар. Наоборот, сізге хуже қылады, хуже. Осыны түсініңіздер. Вот, ойлар қалай қалыптасады. Сондықтан, достар, убеждениялар, бір нәрсе есте сақтаңыз. Убеждение, яғни наным сенім өзгеру керек санада. Ол наным сенім жақсы да болуы мүмкін. Мысалы, мен байымын, мен ақша табамын деген біреулерде наным сенім бар. Сол наным сеніммен олар әрекетке кіріседі да, и ақша табады. Біреулер өліп қалам деген наным сенім, немесе қолынан келмейді деген наным сенім, мені күйеуім жақсы көрмейді деген наным сенім, немесе әйелім мені жақсы көрмейді, немесе әйелім мені измена жасап жүр, немесе күйеуім измена жасап жүр деген наным сенімдер бар. Сол наным сенімдермен өмір сүргендіктен олар бақытсыз өмір сүреді. Көрдіңіз ба? Сондықтан, достар, наным сенім бұл жерде. Мысалы, ОКР-де обсессиялар қалай қалыптасады? Обсессия дегеніміз, достар, обсессивті жабысқақ ойлар қалай қалыптасады дейтін болсақ, ОКР-де былай, мысалы, ең бірінші қалай қалыптасады? Мысалы, адамда ОКР жоқ, психикасы дұрыс адам. Просто қолын жуады. Пример, бір мысалы, ол басқа да нәрселер жасай беруі мүмкін, просто қол жууға қатысты айтып жатырмын. Қолын жуады,
қолын жуады да, сосын жуып болғаннан кейін мына қолым кірі кетпей қалған сияқты деп қарайды да, тағы жуа салайыншы деп тағы жуады. Уже бұл жерде не ой келді, басында ой келді, сознание ойлады. Бұл жерде убеждение емес, убеждение әлі қалыптасқан жоқ ол адамда. Просто ойлады, осознанно ойлады. Сонан кейін не істеді? Қолын барып шая салды. Уже бұл жерде не әрекет, действие жүріп жатыр. Бұл пока навязчивые мысли, немесе навязчивые действие емес. Бұл жерде обсессия, компульсия емес бұл жерде. Просто ол басында бір рет жасады соны. И ертесіне тағы да келеді да, бірінші күні ол есеп емес, екінші күні ол есеп емес, үшінші күні жасады ма, уже ол көп болып есептеледі. Уже ол адамда расстройство уже қалыптасып бастап жатыр. Уже ол адамда убеждение қалыптасып жатыр. Егер сол үшінші күннен ол тоқтатпаса, ол нәрсені, ол уже ауруға айналады, расстройствоға айналады. Яғни үшінші күн келді да, қолын жуды, тағы да кір кетпей қалды. Тағы жуды ма, уже ол адамда проблема басталды, достар. Басталды проблема. Ол енді ары қарай одан сайын күшейте береді. Өйткені жаңа қолындағы кір бір рет жуумен кетпейді деген убеждение, сенім подкрепляйт етіліп жатыр. Подкрепляется, былайша айтқанда подсознаниеде наным, сенім болып қатып, нейронный связкалар қалыптасып жатыр. Енді ол адам қолын екі рет жумаса, уже спокойно отыра алмайды. Екі рет жумай, бір рет жуып қойса, мысалы бір айдан кейін, ол адам тревожит етіп бастайды. Мен қазір қолым дұрыс емес, қолым кірді. Тревожит етіп, уже адамда паническая атака басталады. ОКР-де жүрген адамда бір нәрсені дұрыс істемесе, паническая атака басталады. Түсінесіз ғой? Ал паническая атакада, агорафобияда жүрген адамда бір нәрсені істеп қоюдан, бір нәрсе болып қалудан қорып паническая атака басталады. Түсінесіз ғой? Депрессивный расстройствода жүрген адамда бір нәрсе болып қалды деп паниковать етеді. Бір нәрсе болып қалды деп мазасы қашады. Сондықтан көрдіңіз ғой, ОКР бір нәрсе жасамадым, осы нәрсені дұрыс жасамадым деп өзін істейді, жаңағыдай паниковать етеді. Сондықтан достар, басында ойладыңыз ба, ол нәрсені жасамаңыз. Мысалы, негативіне дұрыс емес, ол бір рет жусаңыз да, екі рет жусаңыз да ешқандай өзгермейді, мысалы. Бұрын сабын ешқандай нәрсе қолданған жоқ, ата бабамыз. Кесекпенді жуып кете берді, ол кесекпенді тазалап кете берді. Дәретті, мысалы, топыраққа ұрып дәрет алды, мысалы, тәуімім жасады. Мысалы, сол кезде маған инфекция, бактерия, жаңағыдай мен ауырып қаламын деген жоқ қой, дұрыс па? Сондықтан бұның барлығын өзіміз создавать етеміз. Осознанно, өзіміз осознанно келеміз бұл нәрсеге. Соңында ол уже неосознанно, бейсаналы түрде жүре беретін болады. Бейсаналы түрде. Сізге бағынбай кетеді. Бірақ басында сізге бағынып тұрды ғой ол нәрсе. Бірақ соңында сізге бағынбай кетеді. Вот, бізде убеждениялар қалай қалыптасады, достар. Так, достар, Алла қаласа осындай проблемаларыңыз болса, қазан айының 10-шы жұлдызында мен екінші онлайн курсыма старт беремін, Алла қаласа. Енді қазір біз кеше қыркүйек айының 10-да басталған курсымызды уже жаптық, уже оған адам қосыла алмайды енді сырттан. Енді келесі курсты, Алла қаласа, осы психикалық когнитивно-поведенческий терапия бойынша, осы ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, ВСД, вегетациялық дистония, тревожное расстройство, дүрбелең шабуылдан, стресс, дистресс, бұлардың айырмашылығы не, және олардан қалай шығуға болады. Сосын біздің ВНС, вегетативная нервная система, осылар жайында білгіңіз келсе, мен курс ұйымдастырып қойдым. Және өзімнің басымнан өткен оқиғалар, өзімнің үрейсіз өмір атты кітабыма разбор жасағам, ол 50 сабақтан тұрады. Сосын бірнеше техникалармен, мысалда, әртүрлі техникамен, алуан түрлі техникалармен, осы КПТ техникалармен танысатын боласыз онлайн курста. Алла қаласа, менің осы YouTube каналыма жазылыңыздар. Астында описанияда ассистенттің номерін қалдырамын, Telegram каналымды қалдырамын. Сол жерден курс жайында, әртүрлі психологиялық ақпараттар жайында хабардар болып отырасыздар, достар. Сіздерге сәттілік. Енді қазір міне теңізге келдім. Бұйырса, иншалла, шомылатын боламыз.